Гарвард болашақ көшбасшыларды қалай тәрбиелейді? Гарвард әдісі кітабының мұқабасы. Елестетіңіз, Гарвард университетінің кітапханасы түнгі 4-те шамын сөндірмеген. Дәліздер мен оқу залдарында студенттер көз майын таусып кітап оқып, жазба жұмыстарымен айналысып отыр. Шынымен олардың өмірінде демалысқа орын жоқ па? Әлде бір гәп басымдықтарды дұрыс қоюда ма? Бұл таңғаларлық көрініс беделді Гарвард оқу орнының еңбекқорлық мәдениетін көрсетеді. Гарвард әлемдегі ең танымал университеттің бірі екені мәлім. Бұл оқу орнын ақш-тың 8 президенті мен 160 Нобель сыйлығының лауреаты тәмамдаған. Мұнда оқуға түсу өте қиын. Ал Гарвард дипломын алу сәтті өмірге берілетін бақытты билетпен тең. Ендеше бұл керемет оқу орны болашақ көшбасшыларды қалай тәрбиелейді? Оның құпиясы неде? Осы сұрақтарға жауап іздеген Қытай зерттеушісі Вэй Сюин өмірін Гарвард феноменін зерттеуге арнап, өз тұжырымдарын Гарвард әдісі кітабында ұсынған. Кітаптың негізгі идеялары мен құрылымы. Гарвард әдісі мотивациялық сипаттағы кітап. Онда Гарвард университетінің тәжірибесі негізінде табысты тұлға қалыптастырудың негізгі ұстанымдары баяндалады. Автор Гарвардтың білім беру жүйесін мысалға ала отырып, жетістікке жету үшін қажет қасиеттер мен дағдыларды бөлектеп, әрқайсына жеке-жеке тарау арнайды. Мәселен, бірінші тарауда айқын мақсат қою және оған жету жолында табанды еңбек ету туралы айтылса, келесі бөлімдерінде өзін-өзі қатаң тәртіпке бейімдеу, эмоция мен көңіл күйді басқару, шексіз еңбекқорлық пен төзімділік секілді қасиеттер талқыланады. Сонымен бірге, кітапта өз-өзіне деген берік сенім қалыптастырудың маңызы ерекше екенін атап өтеді. Адам қандай жағдай болмасын, өзіне сенуден танбауы керек. Автор Гарвард мысалдары арқылы оқырманды үздіксіз өзін дамытуға шақырады. Пайдалы әдеттер қалыптастырып, лидерлік қабілеттерді шыңдау, әрдайым білім мен дағдыны жетілдіріп отыру керектігін түсіндіреді. Бұған қоса, жеке бір бөлімде уақытты тиімді пайдалану мәселесі қозғалады. Гарвард студенттері тәуліктегі әр сағатты ұтымды қолдануға тырысып, бір күнді тіпті 25 сағатқа теңестіріп жіберетіні айтылған. Іс-әрекетке көшу, прокрастинациядан құтылу тақырыбы да қамтылған. Автор ерінбей бүгін істе ұстанымын алға тартады. Тағы бір маңызды аспект – адамдармен қарым-қатынас орнату. Гарвардта орта қалыптастыру, пайдалы баланс орнату болашақ көшбасшының өсуіне ықпал ететіні көрсетіледі. Сонымен қатар, кітапта шығармашылық пен ойлау, жаңашыл болу және өзгеше пікір айтуға батылдық таныту керектігі айтылады. Соңғы тарауларда автор қиындықтарға мойымау, өмірде шағымдануды доғару, әр сынақты сабақ деп қабылдау және ең соңында шын бақытқа ұмтылу туралы тоқталады. Яғни Гарвард әдісі адамның тек білімін емес, жан-жақты қасиеттерін дамытып, оны қоғамға пайдасы зор, көшбасшылық қабілеті бар тұлға етіп шыңдауды көздейді. Гарвардтың көшбасшы тәрбиелеу әдістері. Гарвард болашақ көшбасшыларды тәрбиелеуде өзіндік тиімді тәсілдермен танымал. Соның бірі оқу процесінде нақты практикалық жағдайларды талқылау, яғни кейс әдісі. Гарвардтың бизнес және құқық мектептерінде ұзақ жылдар бойы қолданылып келе жатқан бұл тәсілде студенттер шынайы өмірден алынған күрделі жағдаяттар негізінде шешім қабылдауды үйренеді. Сабақ барысында профессор дәстүрлі лекция оқымайды, керісінше студенттерді проблема төңірегінде пікірталасқа тартады. Осындай интерактивті пікірталас пен талдау форматы студенттердің сыни ойлау қабілетін дамытып, мәселені жан-жақты бағалап, ұтымды шешу жасау машығын қалыптастырады. Зерттеулерге сүйенсек, Гарвардтың кейс әдісі студенттердің сын тұрғысынан талдау, негізді пайымдау, дұрыс шешім қабылдау және оны жүзеге асыру дағдыларын шыңдайды. Бұл тәсіл болашақ лидерлерге бизнес пен қоғамдық өмірдегі күрделі жағдайларда жылдам ойлап, сенімді әрекет етуге үйретеді. Гарвардтағы тағы бір маңызды элемент – интерактивті оқыту үлгісі. Жалпы білім беру процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Студенттер мен оқушылар ашық диалог құрып, түрлі көзқарастарды ортаға салады. Көптеген сабақтар Сократ әдісі іспетті өткізіледі. Профессор сұрақтар қойып, студенттерге өз ойларын дәлелдетеді. Мұндай ортада әр студент өз пікірін қорғап үйренеді. Сөйтіп, көшбасшыға қажет шешендік және коммуникация дағдыларын дамытады. Оқу барысында тек кітаптан оқу емес, сол білімді өмірде қолдану, пікіріңді көпшілік алдында дәлелдеп жеткізу маңызды қағида саналады.
Гарвард профессорлары студенттерге өте ауқымды тапсырмалар береді. Әркім сабаққа мұқият дайындалып, белсенді қатысуы шарт. Сол себепті Гарвардтағы оқу жүктемесі жоғары. Студенттер кітапханалар мен аудиторияларда орасан көп уақыт өткізіп, өздігінен жұмыс істеуді, өз уақытын басқаруды үйренеді. Автордың байқауынша, Гарвард жастарының табысы алдымен оқу, кейін ойын қағидасында. Олар демалыс пен көңіл көтеруді кейінге қалдырып, ең әуелі білім алуды өміріндегі басты орынға қояды. Осындай қатал тәртіпке үйренген түлек қай ортаға барса да өзін өзі ұйымдастырып, тиімді жұмыс істей алатын көшбасшы болып қалыптасады. Ерекше оқыту үлгілері: кейс әдісі, пікірталас, тұлғалық даму. Гарвард университетінде орныққан оқыту әдістері бүкіл әлемге үлгі. Кейс әдісі солардың ішінде ең танымалы. Бұл тәсілді Гарвард бизнес мектебі 20 ғасырдың басынан бастап қолдануда. Негізгі идеясы студенттерді теориямен қатар практикаға бейімдеу. Болашақта кездесетін шынайы проблемалармен бетпе-бет мысал келтіріп, шешім жолдарын табуға үйрету. Кейстік әдісте әр сабақта нақты бір оқиға, компания немесе өмірлік жағдай қарастырылады. Студенттер сол кейс материалдарының мазмұнын алдын ала оқып, түрлі шешу жолдарын ұсынады. Мұғалім бағыттап отырғанымен, түйінді шешімді студенттердің өздері шығаруы керек. Осылайша олар көшбасшыға қажет ойлау, талдау, шешім қабылдау қасиеттерін шыңдайды. Айта кету керек, кейс әдіс нәтижесінде студенттер жаңа нәрсені тез үйрену, кез келген жағдайда жол табу тәрізді кешенді мета дағдыларды да қалыптастырады. Сонымен қатар, Гарвардта пікірталас мәдениеті аса дамыған. Топтық жобалар, пікірсайыстар, өз ойын ашық айту дәстүрі оқу үдерісінің бір бөлігіне айналған. Студенттер күрделі тақырыптар бойынша өзара және оқытушылармен еркін дискуссия жүргізуге машықтанады. Бұл оларға болашақта көпшілік алдында сөйлей білу, команда басқару, өз көзқарасын дәлелдеп қорғау сияқты көшбасшылық қабілеттерді дарытады. Тұлғалық даму жағына келсек, Гарвардтағы білім беру тек дәріс пен семинармен шектелмейді. Студенттер сан алуан студенттік ұйымдарда, спорттық командаларда, қоғамдық жобаларда белсенді болып, өмірлік soft skills деп аталатын икемдерін арттырады. Мәселен, студенттік өзін-өзі басқару ұйымдары, еріктілер қозғалысы, ғылыми зерттеу жобалары бәрі де жеке тұлғаның өсуіне ықпал етеді. Осындай ортада жас көшбасшылар жауапкершілік, ұйымдастырушылық, коммуникация сияқты қасиеттерін шыңдап, болашақ үлкен белестерге жан-жақты дайындалады. Кітаптағы негізгі кеңестер мен принциптер. Вэй Сюиннің кітабында Гарвард тәжірибесінен түйген нақтылы кеңестер оқырмандарға ұсынылады. Автордың айтуынша, бұл кітап арқылы сіз маңыздыны мәнсізден ажыратуды үйреніп, істерді кейінге қалдыруды доғарып, өміріңізге жаңа пайдалы әдеттер енгізіп, өз күшіңізге деген сенімділікті арттырасыз. Жинақтап айтсақ, Гарвард әдісі ұсынатын басты қағидалар мыналар: айқын мақсат қою және табанды еңбек ету. Табыс кездейсоқ келмейді. Нақты мақсатыңызға қарай күн сайын талмай қадам жасаңыз. Өзін-өзі тәртіпке шақыру, уақытты тиімді басқару, тәртіп пен өзін-өзі бақылау Гарвард студенттерін алға жетелейтін қасиеттердің бірі. Эмоцияны басқару және төзімділік, өмірдің сынақтарына шыдамдылық танытып, қиындықта мойымаңыз, күйзеліске берілмей, сабыр сақтай біліңіз. Өз-өзіне деген сенім. Көшбасшы ең алдымен өз күшіне сенеді. Өзіңізді ешқашан кем санамаңыз, керісінше бойыңыздағы қабілеттерді дамытыңыз. Үздіксіз білім алу, білімге құштарлық. Гарвард ұстанымы тоқтаусыз үйрену, жаңа дағдыларды меңгеріп, әрдайым өзіңізді жетілдіріп отырыңыз. Үнемі алға ұмтылыңыз. Көшбасшылық қабілеттерді шыңдау. Қай салада болсаңыз да, айналаңызға ықпал етіп, адамдарды соңынан ерте алу, жетістікке жетудің кілті. Студенттік кезден команда басқару, бастамашыл болуға бейімделіңіз. Байланыс орнату, орта қалыптастыру. Кімдерді танитының, кім екеніңнен маңызды деген сөз бар. Яғни, дұрыс орта құру, пайдалы таныстықтарды жолға қою, мансаптағы өсудің қозғаушы күші. Гарвардта талантты жастар бір-бірімен тығыз араласып, болашақта да қолдау көрсететін нетворкинг қалыптастырады. Шығармашыл әрі сыни ойлау, креативтілік пен жаңашылдық
Гарвардтағы оқыту үрдісінің жемісі. Студенттер мәселені басқа қырынан көруге, батыл идеялар айтуға дағдыланады. Бұл қасиет көшбасшыларға өзгермелі заманға бейімделіп, ерекше шешімдер табуға көмектеседі. Шағымданбау, оптимизм ұстану. Сәтсіздіктер үшін өзгелерді айыптап, шағымдануды доғарыңыз. Керісінше, әр қиындықтан сабақ алып, өзіңізді шыңдай түсіңіз. Позитивті көзқарасты сақтап, кез келген сынақта мүмкіндіктерді көре біліңіз. Шынайы бақыт пен құндылықтарды бағалау. Ақырғы тарауда автор өмірдегі басты өлшем бақыт екеніне тоқталады. Денсаулық, отбасы, достар, жан тыныштығы сияқты құндылықтарды ұмытпай, оларды бірінші орынға қойыңыз. Ішкі дүниеңіз тыныш, өзіңіз бақытты болсаңыз, табыс та өзінен өзі келеді. Қорытындылай келе, Гарвард әдісі табыс формуласы тек интеллектуалдық капиталда емес, жан-жақты дамыған тұлғалық қасиеттерде екенін көрсетеді. Бүгінгі істі ертеңге қалдырмаңыз. Егер бүгін қадам жасамасаңыз, ертең жүгіруге тура келеді, деп автор ескертеді. Ендеше, дәл қазірден бастап мақсаттарыңыз үшін еңбек етіңіз. Уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Өзіңізді дамытыңыз. Сонда ертеңгі күні сіз де көшбасшылар қатарына қосыларыңыз сөзсіз.